Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі тақырыбымыз арғы дүние жайында, яғни о дүние бар ма, жоқ па деген тақырыпта қозғалмақ иншалла. Көп адамдар осы арғы дүниенің бар екенінде күмәндануда. Кейбір адамдар өзін мұсылманмын деп атай тұра ақыреттің бар екеніне сенбеуі мүмкін. Мұндай ойлардың тууының себебі де адам өлгеннен кейін қайта тірілтпеген ешкімді көрген жоқ қой. Сондықтан бір осындай күмәнді ойда жүреді. Немесе басқа бір адамдардың айтқанынан әсерленген болуы мүмкін. Дегенмен біз толықтай білуіміз керек болған нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алып келген шариғатында тағдырға сену, ақыреттің бар екеніне, өлгеннен кейін қайта тірілуге, жәннатқа немесе тозаққа адамдардың бөлінетіндігіне сену бұл иманның шарттарынан. Бұл нәрселерге сенбеген адам толық мұсылман бола алмайды. Тіпті дінді қабылдамаған адам болып есептеледі. Өйткені діннің бір үкімін мойындамай қою деген сөз басқа үкімдерінде мойындамауға алып келеді. Қайта тірілуге көп адамның сенбеуі немесе сенем деп тұрып та күмән тууының себебі көзбен көрмегендігі үшін осы нәрсе көп қарсы шығады. Бұл бүгін басталған нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарға ислам дінін жая бастаған уақыттың өзінде осындай күмәндар туған. Адамдар өздерінің ақылына салып, өлген ата-бабаларымыз қайсысы тіріліп келген еді? Немесе солар тірілтіп берші біз көрейік деген секілді түрлі нәрселер сұрауы. Сол уақытта Убай ибн Халаф әл-Жумахи деген кісі болады. Бұл Алла тағаланың барлығын, бірлігін, ақырет туралы еш нәрсені қабылдамай, пайғамбарымызға дұшпан болған адам. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам отырған уақытында ол келіп, қолына адамның бас сүйегін алып келді дейді. Кейбір риуаяттарда шіріген бір сүйекті алып келді дейді. Мына сүйектерді тірілет деп жүрген сенсің ба? Бұны кім тірілтеді деп қарсы шықты дейді. Сөйтті да сүйекті қолымен үгітіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қарай шашып жіберді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлі жауап бермей тұрып, Алла тағала мына Ясин сүресінің аяттарын түсіреді. Авалам ярал инсану анна халақнаху мин нутфатин фа иза хуа хасимун мубин. Біз адамды бір тамшы судан жараттық, сонысына өзі қарамай ма? Ал енді келіп ол қарсы пікір айтып таласып тартысуда. Өзінің жаратылысын ұмытып бізге мысал беріп тұр. Мына сүйек шіріп кеткеннен кейін бұны кім тірілтеді деп айтылды. Бұны әуел баста кім жаратқан болса сол қайта тірілтеді деп айтты. Субханалла, өте тамаша жауап бұл. Ақылы дәлел әрі. Адам баласы түсінбейтін дәрежесінде емес, ақылмен сұрап келді ме, ақылмен жауап берді келе. Шариғатты қабылдамайтын, ақылына сүйеніп келіп отырғандарға да өте тамаша жауап. Әуел баста оны болмашы бір тамшы судан кім оны адам қылып жаратқан болса, шіріп кеткен сүйектен қайтадан сол адамның өзін жасап беретіндігі. Сұрақты жалғастыруға ешқандай да бір қажеттілігі де қалмай қалды. Кім әуел баста жаратты? Алла тағала жаратты ма? Демек, Алла тағала оны қайтадан тірілтуге, қайтадан қалпына келтіруге шамасы жетеді, оған күш құдірет толықтай жететіндігін осы аят көрсетеді. Уахуа бикулли халқин алим. Ол түрлі жаратылыстардың баршасын біледі. Біз осы жерден де көреміз, адам баласы ақылмен де қабылдай алмай қоя алмайды бұл дәлелдерді. Өйткені ақырет жоқ дейтін болса, өлгеннен кейін қайта тірілуге сенбейтін болса, хайуандар секілді ішіп жеп өлеміз болды деп ойлайтын болса, ол адамның бүкіл өмірі зая деген сөз. Алла тағала бұл дүниені жаратып, бұл дүниені жаратпаған болса, ол дүние жоқ дейтін болсақ, онда бұл дүниенің мәні қалмайды. Кейбір адамдар ойына келген жамандықты да, зұлымдықты да, түрлі нәрсені жасап, ешқандай жаза тартпай сонда құтылып кете салады деп ойлайды ма өлгеннен кейін? Жоқ. Ақырет бар, Алла тағаланың алдында сұрақ жауап бар, Алла тағала сол арқылы оларды жазаға тартады. Ақырет болмайтын болса, Алла тағаланың сұрақ жауабы болмайтын болса, залымдар жазасыз қалар еді ғой онда. Бұл Алла тағаланың әділетіне теріс болар еді. Я болмаса, Алла тағалаға сенбейтін кейбір адамдар өлгеннен кейін еш нәрсе жоқ деген сеніммен бұл дүниеде барша нәрсені көріп қалғысы келіп, өмірден өткісі келмей, тек қана нәпсісіне беріліп жүре бергісі келеді. Бұл дүниені жақсы көріп, ақыретке дұшпан болады ол адам. Нәтижеде ол оның ойлағандай емес қой. Ажал жетіп оны Алла тағала өзінің хұзырына алып есебін береді оның. Екіншіден, оның түсінігі осы дүниеден аспағандығы үшін түрлі жамандыққа да баратынның себебі сол болады.
және оның түрлі қастандықтарда дүние үшін төбелесіп, ағайын туыстан безіп, өмірінің берекесін кетуде осы ақыретке сенбеуінен болады. Құран Кәрим ақыретте адам баласының қайта тірілетіндігіне нақты дәлел келтірген. Ендеше ол ақыретке деген сенім адамның ең бірінші ой пікірін түзейді. Адамның дұрыс өмір сүруіне себеп болады. Ақыретке дұшпан болмастан қайта сол жаққа қамдануға тәрбиелейді. Алла Тағала Құран Кәримде біздерге нені әмір еткен болса соған сену міндетті. Өйткені Алланың уәдесі хақ. Жақсылық жасағанға Алла Тағала сыйын дайындаған, жамандық жасағанға жазасын дайындаған. Оның баршасы ақыретке қалдырылған. Бұл Алла Тағаланың әділеті болып есептеледі. Құрметті жамағат, Алла Тағала баршамыздың иманымызды кәміл, амалымызды салих